Армысыздар қымбатты көрермендер. Бұл оқиға ана жүрегімен тас бауыр ұл туралы. Бұл оқиғада көпшілігіміз естігенде жүрегіміз ауыратын, бірақ өмірде кездесіп қалатын жағдайлардың бірі. Бұл ұмытылған парыз, үзілген мейірім және тым кеш келген өкініш туралы хикая. Арман жасы 30-дан асқан, қалада тұратын, өз ісін дөңгелетіп әкеткен жігіт еді. Жаңа үйі, жақсы көлігі, сұлу жары, 2 баласы бар. Сырт көзге бақытты отбасы көрінеді. Алайда осы көріністің артында Арманның өзі ғана білетін бір ауырлық жатқандай еді. Ол ауырлық жасы келген, денсаулығы сыр бере бастаған анасы Зейнеп еді. Зейнеп апа өмір бойы жалғыз ұлы, Арман үшін жанын салып келген ана еді. Жесір қалса да ұлын ешкімнен кем қылмай өсірді. Оқытты, тоқытты, өзі кимегенді ұлына кигізді. Өзі жемегенді ұлына жегізді. Арман үйленіп, бөлек шыққанда да жалғыз қалған ана үнемі баласының амандығын тілеп, немерелеріне тәттілерін дайындап отыратын. Бірақ уақыт өте келе Зейнеп апаның денсаулығы нашарлай бастады. Жиі ауыратын болды, ұмытшақтық пайда болды. Арман мен келіні алғашында қол ұшын беріп жүргенімен, кейін бұл оларға ауыр тие бастады. Келіні жиі ренжитін болды. Үйге қонақ шақыра алмаймыз, балаларға кедергі келтіреді, өзіңізде шаршадыңыз ғой, бір шешім қабылдау керек, деп Арманды жиі мазалайтын. Арманның да жүрегі бірте-бірте тас қайнала бастағандай еді. Анасының кезіндегі еңбегін, мейірімін ұмытып, оны өміріндегі бір кедергідей көре бастады. Қарттар үйіне орналастырса қайтеді? Ол жақта жақсы қарайды, дәрігерлер бар, өз қатарларымен әңгімелеседі, деп өзінде әйелінде алдай бастады. Бұл ойды анасына айтқанда, Зейнеп апаның жүзінен қан қашып, жанары мұңға толды. Бір ауыз қарсы сөз айта алмады, тек үнсіз басын изеді. Мүмкін ұлының бұған дейін де суып кеткен қарым-қатынасынан кейін одан басқа ештеңе күтпегенде болар. Сонымен белгіленген күні Арман анасын қарттар үйіне апаруға дайындалды. Зейнеп апа ескі сандығынан өзі тіккен құрақ көрпесін алып Арманға ұстатты. «Балам, мынаны ала қой, түнде салқын болса жамыларсың», деп дауысы дірілдеп кетті. Бұл көрпені кезінде Арман кішкентай кезінде тоңып қалмасын деп неше түн ұйқысын 4 бөліп тіккен еді. Арман көрпені селқос-қанаға алып, көліктің артқы орындығына тастай салды. Жол бойы көлікте ауыр тыныштық орнады. Арман рөлге қарап, ойымен басқа жақта жүрді. Ал Зейнеп апа терезеден сыртқа қарап, әрбір таныс көшені ағашты қимай көздерімен қоштасып келе жатты. Оның көз алдынан Арманның балғын балалық шағы, мектепке алғаш барғаны, студент болғаны, үйленгені бәрі тізбектеліп өтіп жатты. Осының бәрі кеше ғана сияқты еді. Қарттар үйінің табалдырығын аттағанда Зейнеп апаның жүрегі сыздап қоя берді. Айналадағы бейтаныс жүздер, дәрінің иісі, ұзын, салқын дәліздер. Арман тездетіп құжаттарды рәсімдеп, анасына бөлінген шағын бөлмені көрсетті. «Міне сіздің бөлмеңіз осы. Тамағыңыз уақытылы, дәрігерлер қарайды. Уақытым болғанда келіп тұрамын», деді де анасының бетінен сүйген болып тездетіп шығып кетті. Ол артына қарауға батылы жетпеді. Анасының мөлдіреген көздерін көргісі келмеді. Арман үйіне қайтып келгенде біртүрлі жеңілдеп қалғандай болды. Енді үйде тыныштық орнайды, кедергі де жоқ деп ойлады. Бірақ сол түннен бастап оның ұйқысы қашты. Анасының мұңды жанары, дірілдеген дауысы, жамыларсың деп берген құрақ көрпесі көз алдынан кетпей қойды.
келесі күні де одан кейінгі күнінде мазасызданып жүрді. Үйі кеңіп қалғандай, бірақ жылу жоғалғандай сезілді. Балалары әжеміз қайда деп сұрағанда жауап бере алмай қиналды. Арада бір апта өткенде Арман шыдай алмай қарттар үйіне барды. Дәлізде кетіп бара жатып, бір топ қарияның арасында отырған анасын көрді. Зейнеп апа терезеге қарап ойланып отыр екен. Бұрынғыдай жүзінде нұр жоқ, көздерінің асты күлкілденіп, әбден қартайып, кішірейіп қалғандай көрінді. Арманды көргенде орнынан тұруға әрекеттенді, бірақ әлсіз аяқтары дірілдеп кетті. Арман жүгіріп келіп анасын құшақтай алды. Анашым, мені кешір, мен ақмақ болдым, жүріңіз үйге қайтайық, деп көзіне жас алды. Зейнеп апа ұлының бетінен сипап, балам-ау, сенің өз отбасың, өз өмірің бар ғой, маған ренжімеш, деді де жай ғана. Оның даусында реніш те, өкпе де жоқ, тек шексіз аналық мейірім мен кешірім ғана бар еді. Сол күні Арман анасын үйіне алып қайтты. Ол өзінің қандай қателік жасағанын, ана жүрегінің қаншалықты кең екендігін енді ғана түсінгендей болды. Ол жоғалтқан уақытын, анасына көрсете алмаған мейірімін енді өтеуге тырысты. Бірақ жүрегінің түбіндегі өкініш өмір бойы өшпейтін тыртық болып қалды. Құрметті көрермендер, бұл оқиға бізге ата-ананың қадірін білу керектігін еске салады. Олар біз үшін өмірлерін арнады, біздің жетістігіміз үшін барын салды. Қартайған шағында оларға керегі біздің байлығымыз емес, тек жылы сөзіміз ғана. Мейіріміміз бен қамқорлығымыз. Ата-анамызды көзі тірісінде қадірлейік. Оларға деген парызымызды ұмытпайық. Өйткені ананың мейірімінен асқан жылу, әкенің қамқорлығынан асқан қорған жоқ бұл дүниеде. Кеш болмай тұрғанда оларға деген махаббатымызды білдірейік. Келесі кездескенше.